сүйер, ақша сүйер қауым. Осылай ақша тапқыларыңыз келсе, атақты талантты актер болғыларыңыз келсе, төмендегі номерге хабарласыңыздар. Эленора Продакшн. Халықты алдаған қашан қоясыңдар өстіп? Түсінбедім? Өтірік неше түрлі курстар ұйымдастырып. Гиф, миф. Мынау не? Не мынау? Мусорный шелектен тауадың аны. Но мен сценарий емес па? Сонда мен саған нөлмін ба, сонда түсінді ме Эленора бәрін? Ұлан, давай әркім өз жұмысымен айналсын. Сценаристер жазсын, сен өзің жұмысыңды істе. Эленора, мен түсіндім. Сен мені жұлдыз қыла алмайсың. Сен нашар продюсерсің. Қолымнан дым келмейді сен. Мен кеттім. Тоқта? Сен не деп тұрсың? Сені ауылыңнан алып келмесем, сен кім болатыныңды білесің ба? Кім? Қой бағы бана сиырдың артында жүрген болушы едің сен. Мен бе? Повезло сен қайта Нұрлан Қоянбаевқа ұқсағаның. Сенде дым талант та жоқ, сен актерский играң да жоқ, әнші де емессің сен, білесің ба? Мен ән айта аламын зато. Жақсы адам. Жап аузыңды! Сен білесің ба мынандай қағазға қол қойғаныңды? Міне, кететін болсаң, осындай суманың штрафын төлейсің. Мен бұны түсінбей қойдым ғой енді. Оқу керек еді, қарау керек еді. Неге Қазақстанда бәрі келісімшарттар орысша? Басыңды қатырмай, барда құра жұмысыңды істе! Негізімен бұлай айқайламаушы едім. Мен өте жүрегім нәзік адаммын. Біреу айғайласа жылап қалам. Біреу ұрса жүрегім ауырып қалады. Просто осындай әңгімелеріңмен сен басымды қақтырып нервыма тиесің ғой! Көзіме көрмей кетші бар! Ей, бері қара бұл қап-қара Шымкент көшедегі шара-бара бұл үйде жеттет, шымкенттіктер жеттет. Ки. Жап-жаусыңды кетші бар!